Маңғыстау облысында есірткі сатушы ұсталды. 57 жастағы тұрғын жылдамдық деп аталатын синтетикалық есірткі заттарын өткізу кезінде құрықталды. Бірнеше рет сотталған Ақтау тұрғынын тінту кезінде экстрациялық апиын есірткі заты мен ине, трамадол дәрілік затының пластинкасы және инъекцияға арналған басқа да ине түрлері табылды. Полицейлер күдіктінің тұрғылықты жері бойынша тінту жүргізді. Ұсталған ер адамның бауыры полицейлерге қарсылық көрсетті. В целях самозащиты. Мне никто запретить вот, не имеет права у меня дома снимать. Я тоже буду снимать. Тінту нәтижесінде пәтерден салмағы 5 граммнан асатын марихуана салынған полиэтиленді пакет түйіні және инъекцияға арналған 12 ине табылды. Ал көкнәр салынған пакет күдіктінің бауырының бөлмесінен шыққан. Сондай-ақ одан пышақ, электрошокер және металл қолкісен тәркіленді. В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории города Актау за совершение сбыта синтетического наркотика альфа-ПВП, то есть в народе скорость, был задержан 57-летний местный житель, уроженец города Актау. В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статьям 297 и 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу проводится весь комплекс необходимых оперативно-следственных действий. Айта кетейік, өткен жылы өңірде 221 келі 567 грамм есірткі заттары тәркіленді. Осы деректер бойынша 450 қылмыстық іс анықталған. Дәметкен Саматқызы, Мирас Сапарбайұлы, Ақтау Ньюс.